Бүгін сіздермен тарыдан чизкейк дайындаймыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Алдымен тарымызды жақсылап жуып аламыз. Тарымызды жақсылап жуып алдық. Енді ыстық сүтті құйып, үстіне қант салып, бір араластырып, бетін жауып бұқтыруға жібереміз. Енді чизкейгіміздің сыртын жасаймыз. Оған талқан қажет болады. 300 грамм, 2 ас қасық қант ұнтағын қосамыз. Және 90 грамм еріген сарымайымызды қосып біріктіреміз. Осылай барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Неке осындай крошка шықты. Енді осыны қазір формаға орналастырамыз. Осылай формаға салып кекстеп шығамыз. Осылай стаканның көмегімен жасап шықсаңыздар болады, ыңғайлы. Осылай жан-жағының барлығын бар күшімізбен жақсылап басып жасаймыз. Бұл чизкейк кез келген қонағыңызда ерекше чизкейк болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Неке чизкейгіміздің сырты дайын болды. Енді салмасын дайындағанша холодильникке салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Творожный сырымызды саламыз. Үстіне қант саламыз. Енді қант пен творожный сырды жақсылап араластырып аламыз. Неке араластырып алдым. Енді үстіне жұмыртқамызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Егер миксермен араластырсаңыздар, чизкейктеріңіз пісірген кезде беті жарылып кетеді. Сондықтан осылай қасықтың немесе венчиктің көмегімен ғана араластырамыз. Неке қасықпен біріктіріп алғаннан кейін венчиктің көмегімен араластырып жатырмын. Барлық ішіндегі түйіршіктерін кетіру үшін. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Неке ешқандай түйіршіксіз біркелкі масса шықты. Енді үстіне сливкімізді құйып
тағы да жақсылап араластырамыз. Үстіне жаңа ыстық сүтке бұқтырып қойған тарымызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Осымен салмасы дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тарының иісі, женттің иісі енді керемет. Енді начинкамызды саламыз. Жақсылап осылай тегістеп аламыз. Неке бетін жақсылап тегістеп алдым. Енді 100 градус қызып тұрған пеште 1,5 сағат аралығында пісіреміз. Форма диаметрі менде 20, чизкейк міндетті түрде 18-20 диаметрде піседі. Мендегі форма диаметрі 20. Кеттік, ендеше пешке жібереміз 1,5 сағатқа. Міне тарымен, талқанмен чизкейк дайын болды. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін.